бір адамның тозып кетуі жасаған ортасында тұрмысында емес қайта басындағы ми екен. Ойды ойлаған сайын, көп ойлаған сайын, жаман нәрсені ойлаған сайын адам тозады екен. Мысалы өзімді алып айтсам, енді үстідегісі маған жалғыздықты, осы жалғыз үйде отырып, екі баланы бағып, семьяны сүйрелеп, осындай бір тағдырды 6 ай жазды енді, 6 айлық тағдырымды үстіп өзгертті енді. Енді осы тағдыр қаншалықты жалғасады екен белгісі, енді мүмкін 1 жыл болуы мүмкін, 2 жыл болуы мүмкін. Бірақ та қандай жазса да соны қабылдау. Ал енді жалғыз әйел болғаннан кейін енді қатты қайырма келмей қаласыз, Мысалы кеше бір осы үйден бір үлкен бір тақтай шығардық. Түннің жарым болып кетті, үй тазалап жатырмыз, мына айт болды деп. Әлгі тақтайдың үлкендігі қызымыз екеумізді ары бері қағазша бүйтіп желпілдетеді ғой. Сүйрей алмай жүрсек те соны түсірдік. 4-ші қабат. 4-ші қабаттың шынтағына келгенде ыңқылдап қара терге түсіп, күрсілдеп өзіміз тұмау тиіп жүрміз, күрс жөтеліп жүрміз, қара терге түсіп жүрміз. Сонымен сол тақтайды енді сол бұрышқа қоя салайық, ертең біреуді шақырып түсірейік деп ойлаймыз ғой. Сонымен әгін тұрғызсақ тұрмайды, үлкен анау лугдауды бірақ алып қалды. Ал енді қайттық деп сөйтіп тұрып едім, қызым айтты телефон соғайық деп сөйтті. Сонымен бір шеттен соқтым, үлкен қайныма, кіші қайныма телефонды алды, бірақ та бәрі айттың жұмысында қарбалас болып жүр. Сонымен көршіме телефон соқтым, телефон соқтым, ол алмады. Содан біраз көңілсіздік пайда болды. Сонымен үсті жақтағы тұрған қызыма қарасам, егер де әкем болса мынандай қиыншылық тартпаушы еді деп сөйтті. Бұрынғы кезім болса жылай салам ғой бұл сөзге. Мен неге үстік қойды, мен неге жалғыз жазды, неге Алла тағала ұқсап маған бір осындай бір қиыншылықты беріп қойды. Бірақ та сол сәтте ойладым, енді жігітім болса да жырғатпайды. Негізі бұл үйдің ішіндегі еркектердің істейтін жұмысты бірақ мен істеймін. Енді атақты істеп істамасам да, мысалы гүйізлердің осы 10 жыл болды ерсағалы. Гүйізлерді қайтып орнату, ғана перделерді қайтып орнату бәрі менің қолымнан келе береді. Тіпті жігітімді жұмсасам, бір жұмсадым. Әгі тробаның басын орната сал деп, жаңа тробаның басын үйсем, ол қисайтып сап. Сонымен ендігі бір жылы ананың тробаның басын түзеп орнатынып қисайық балды деп, бір жылдан кейін айтып жүріп әгіні қайтадан түзетем ғой. Ол әгі су ағып тоқтамайды, ананың ішіндегі сындайды қатты бұрап жүреді, анау су ағып күйіп пысып әгі соңында әгі тробаның басын жұлып алды. Қайтадан өзім жөндедім әгі тробаның басын. Осы үйді өзім үшін тазалаймын ғой. Бұда бір сынақ шығар. Бәрі жақсы болып кетеді деп ойладым. Сол сәтте болды, бәрі жақсы. Жыламсырап тұрған қызым айтты, ол әкең болса да ол жырғатпайды. Негізі шешең бірақ істейді. Болды. Әкең болса тіпті бұларды неге шағасың үйде тоздырды деп тиіскеннен басқаны ештеме қоймайды. Одан өзіміз сүре салайық. Соған келген кезде үйді атақты қойсақ, одан қуанады, біз де қуанамыз деп. Сонымен амал жоқ, шегінуге келмейді дәл сол сәтте. Сен не оны түсіре алмайсың, не шығара алмайсың. Соны сүйрелеп жүріп, амалдап жүріп, әгіні жоян тақтайды түсірдік. Түсіріп алып соған мен қызым айттым ғой, мені бір суретке тартып қойшы деп. Соған мен қызыма дұрыс тәрбие беру үшін құшақтап қызыма жарайсың, сен болмасаң мына тақтайды түсіре алмаушы едік, ешкімге сүйенгеніміз жоқ деп. Қызымды да біраз көтермелеп, сондықтан ойлап көрсең, қыздар, қиыншылық деген нәрсе адам тоздырмайды, ой тоздырады. Егер де сол сәтте мен ойбай, мен неге үстіп жалғыз жазды, не үшін мені үстіп қойды, мен үйде отырып 2 бала бақтым, жігітімді неге үстіп қойды, біздің семьямыз неге үйтіп қойды деп үйтіп ойласам, осы уақытқа шейін тұра алмай жатушы едім. Міне түнімен тазалық істеп, таңертең тұрып алып, міне және кескін тартып отырып, айланып келгенде сол ойды аз ойлағаннан кейін энергиям толық. Кешегі жұмысымда бітіріпсам, таңертең тұрып, міне кескінімді де тартып, бала шағамды қарап, үйімді және де тазалап, жоспарлап дегенде сөйтіп жатырмын деген сияқты. Егер де ойды көп ойлайтын болса, мүмкін емес қыздар, мен тұра алмаймын осы кезде. Түнімен ойлайсың ғой, жылап егіліп. Сол үшін ойды азырақ ойлайық, жұмысты көбірек істейік.